Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл. Бүгін сіздермен жұмсақ әрі тез дайын болатын панкейк пісіретін боламыз. Видеоны толықтай соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды салып, содан соң барып құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен құмшекерімізді жақсылап араластырып болып, үстіне сүт құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болуы қажет. Барлығын бірге тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхитель салып араластырып аламыз. Содан соң барып ұнымызды жайлап біртіндеп салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың барлығын біртіндеп салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қай заттан қанша қосқанымды описание бөлімінде қалдырып кетемін. Ұнымызды араластырып болған соң үстіне ерітілген майымызды құйып, барлығын тағы да араластырып аламыз. Массамыз дайын. Массамыздың қоюлығы видеода көріп тұрғандарыңыздай болуы қажет. Тапамызды газға қойып қыздырып алып, панкейкімізді біртіндеп пісіріп аламыз. Массамызды тапаға құйып, 1 минуттай шамасында піседі. Беті осылай көпіршік болған кезде екінші жағына ауыстырамыз. Екінші жағы бірінші жаққа қарағанда ертерек піседі. Барлық массамызды осылай пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын болады. Панкейкеларыңыз прям воздушный болып, ортасы жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Панкейкіміз дайын. Оформлениясын өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен шоколад сеуіп, крошка сеуіп, үйде бар жемісті қойдым. Өз қалауларыңызша үйлеріңізде бар жеміспен безендіре берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.